Hayran қазағым-ай. Айтты сөйтіп ойламадыңдар-ау. Айтты тойламадыңдар-ау. Киіз үй тігіп, қазан ошақ қойып, адамдарды жинап, қайдағы бір парсының отқа табынушы, күнге табынушылардың мейрамы болған Наурызды сөйтіп тойлаватсың. Қазақтың мейрамы деп қояды. Қазақта ешқандай ондай мейрам болмаған. Ол парсылардан, отқа табынушылардан келген мейрам. Наурыз деген сөздің өзі қазақтың сөзі емес. Ол деген парсының сөзі, жаңа күн деген сөз. Енді ода отырған не бар, анау, мынау дейсіңдер ғой енді. Біз айтамыз, мұсылман болсаң егер Аллаға иман келтірген, оның елшісіне иман келтірген болсаң, саған тойлауға болмайды ол Наурызды. Егер мен мұсылман емеспін десең, онда саған қатысы жоқ бұл әңгіменің. Наурыз тойлайсың ба, дин тойлайсың ба, өзің білесің оны. Егер мұсылманмын десең, альхамдулилля, мен жәннатқа сенем, тозаққа сенем, Аллаға сенем, пайғамбарға сенем, жүрегімде иман бар десең, бұл мерекелерді тойлауға болмайды.